Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге тауық еті мен шпинат және де жасыл бұршақ қосылып әзірленетін дәруменге толы салаттың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен жарты тауық сүбесін алып, осындай жіңішке ломтиктермен турайтын боламыз. Тауық сүбесін, яғни куриное филемізді алып, аз мөлшердегі майға қуырып, дәміне қарай тұзын салып, және де бір ас қасық соя тұздығын салып, жақсылап қуырып аламыз. Кептірілген қызанақтарымызды өстіп ұзыншалап тураймыз. Қызанақты дүкеннен сатып алсаңыздар, не болмаса пеште, жаңағы духовкада өздеріңіз кептірсеңіздер де болады. Ал енді қиярымызды кесіп аламыз видеодағыдай. Қуырылған тауық етін қосып аламыз. Және де жасыл бұршақтарымызды 5 минуттай аз мөлшердегі майға қуырып аламыз. Суға аспасаңыздар да болады. Аздап май құямыз. Және де жуылған шпинатымызды өстіп жұлып салып, араластырып, әдемілеп тарелкамызға саламыз. Ірімшікті майда үйік күшінен өткізіп аламыз. Ірімшігіміз қатты сұрыптан болу керек, сол кезде осылай әдемі көрінетін болады. Дәруменге толы салатымыз дайын.